таңдайды. Мен де айт салатын ақын ағаңмын. Шапансыз жүрсе бұл ағаң қамыстық жігіт еді. Мендей жігіттер желтоқсанда да тоңбайды. Көріп менің ондайды. Әлібек деген ағаңмын. Шарқыратқан маңдайды, тақылдатқан таңдайды. Запомни, Қазақстанда Әлім мен Әлібекке әңгіме айтуға болмайды. Әлібек ағам самғайды, жырларым солай жалғайды. Мен болсам Найманның қызымын, тақылдатамыз таңдайды. Әлімбегі тұрғанда Әлібектей ақындар шапансыз мүлде қалмайды. Айналарым, Айшолпан, шаңырақтай керілме керегеге. Мен бір күтпін, ұқсамаймын бөденеге. Айтсаң домбыраңды тартып айтпайсың ба, мені келіп төбемнен шегелеме. Домбыраң тарта алмасаң, сонау Семейден ұстап жүрсің. Неменеге? Ал, пожалуйста. Айналайын Әлібек ағам едің, домбырамды алдың ғой жаңа менің. Бет ашарды домбыраммен ашпап едің, мен болмасам домбырасыз қалар едің. Той болып мына Алматы сайрағандай, даламның бұлбұлдары жайнағандай, Флай арыстан домбыраңды өткізбеді ма? Мен домбыра деп жылап жүрген кезде Әлібектей ағалар қайда қалдай? Өздеріңнің домбыраңды ап жүрсеңдер, Айшолпанның домбырасын пайдаланбай. Андағы бойыңдағы өлең екен. Тақылдап тұрған таңдай емес көмей екен. Мен жетімсіреп қалмасын деп шапан жапқан. Бауырым, не деген кереметең. Мен домбырасыз келгенім ұят болды. Бұл Әлібек бүркіт емес, бөтен екен. Расында да мендей қазақтың серісіне бір домбыра алып жүруім керек екен. Қайта сен домбыраң болғаны жақсы шықты. Андағы теңеуің де теңеу екен. Баяғыда мен сияқты бір батыр соғысқа кетіп бара жатып, найзаң қайда десе, сол жақтан біреуден табылатын шығар деген екен.